Жаз келіп, күн ысый бастағанда көпшіліктің шөл басу үшін сүйсініп жейтін бақша өнімі қарбыз. Ішсең сусын, жесең ас. Достар, баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода қарбыздың пайдасы туралы сөз етпекпін. Қарбызды ұнатпайтын адам жоқ шығар, иә? Қарбыз су, яғни қарбыздың көп бөлігі судан тұрады. Сондықтан қарбыз ең аз калориялы тәтті өнім болып саналады. Құрамында бар жоғы 30 калория бар. Сол себепті қарбызды қанша жесеңіз де адамды семіртпейді. Қарбыз антиоксиданттарға толы. Қарбыздың бір тілімінің өзі бір күндік тұтыну керек С дәруменінің 25%-ын құрайды. Сонымен қатар С дәрумені ағзамызға түрлі инфекцияға төтеп беруге көмектеседі. Қарбыздың пайдасына тоқталайын. Қарбыз көзге, миға пайдалы. Қарбыз кесектерінің жыбы сіздің көру қасиеттеріңіз бен ақыл ойыңызды жақсарта алады. Ғалымдар оның тәтті целлюлозында А дәрумені мен В6 дәруменінің жоғары деңгейін тауып, мынадай қорытынды жасаған. Біріншісі, көзді әртүрлі инфекциялардан қорғайды. Екіншісі, есте сақтау қабілетін нығайтады. Ас қорыту процесін жақсартады, бүйрек пен бауырды тазартады. Сонымен қатар организмнен холестеринді кетіруге көмектеседі. Қарбызды тастардың пайда болу проблемасына үнемі тап болатын адамдарға қолдану ұсынылады. Айтпақшы, егер сізде қарбызды диетадан шығаруға ешқандай негіз болмаса, онда сіз күніне 2-3 кг қарбыз жей аласыз. Күйзеліске қарсы көмектеседі. Оның тәттілігі мен шырынының көп болуымен ғана емес, қарбызды психоэмоционалдық жағдайда қажетті өте көп бета-каротин бар. Қарт кісілерге қарбызды жиі жеп тұруға кеңес беріледі. Қарбыз зәр айдағыш қасиетке ие, сондықтан ағзаға түскен артық сұйықтықтарды айдап шығарады. Қарбыз жүрек қан тамырлар жүйесін нығайтып, иммунитеттің жұмысын жақсартады. Ал мұндай қасиетке құрамында цитруиннің болуымен ие. Қарбыз салмақты бір қалыпта ұстап тұруға көмектеседі. Егер қарбыздың құрамында нитраты көп деп күмәнданатын болсаңыз, қам жемеңіз. Оны азайтудың жолы бар. Негізі қарбыздың биологиялық пісу уақыты ол жаздың соңғы айы. Ал егер де қарбызды ертерек алып жеуге қорқатын болсаңыз, үйге келгеннен кейін оны суық суға 25-30 минутқа салып қоясыз. Сол кезде ішіндегі нитраттарының бәрі сумен шайылып кетеді. Мамандар жол жиегінде сатылатын қарбыздардан аулақ болуға шақырады. Өйткені бақша өнімі шаң-тозаң, газды бойына сіңіріп алады. Салдарынан адам денсаулығына едәуір зиянын тигізеді. Қарбызды қабығына дейін жемеген дұрыс, себебі нитраттың көбі қабықтың ақ қабатында болады. Қарбыздың тым үлкенін немесе тым кішкентайын алмаған жөн. Ең дұрысы орта көлемдегі қарбыз. Айтпақшы, қарбыз да ұл, қыз болып бөлінеді екен. Ұл қарбыздар сопақ және сулы келеді, ал қыз қарбыздар домалақ әрі өте тәтті болады екен. Қарбызды қалай таңдаймыз? Піскен қарбыздың сабағы қурап тұрады. Қарбыздың дәніне қарап та піскен-піспегенін анықтауға болады екен жарғаннан кейін. Егер дәні аппақ болса, оның дұрыс піспегені. Сондай-ақ қарбыздың жолақтары ашық, ал сабағы жіңішке келсе, ол қып-қызыл әрі дәмді болады деген сөз. Қарбызды шертіп көріп те таңдай аласыз. Жақсы піскен қарбызда дақтың түсі ақ емес, қызғылт сары болуы тиіс. Достар, қарбыз жайлы біраз ақпарат білдіңіздер деген үміттемін. Видео пайдалы болса, лайк басып, пікір жазып бағалай кетіңіз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.